сендерге балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім говорит. Отырыңдар. Так, бүгін балалар сендермен сабақта қайталау сабағын жалғастырамыз. Әріптерді қайталаймыз. Азық-түлікті қайталаймыз. Жаңа тақырыпқа көшеміз. Әріптер. Неше әріп бізде балалар қазақ тілінде? Неше әріп? Қане санайық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қазақ әліпбиінде 42 әріп. 9 әріп бізде қандай? Тән дыбыстар, е? Біз қайталадық қой. Қане қайталап шығайық, менімен бірге. Әтеш. Ірімшік. Өрік. Үкі. Ұя. Ғарышкер. Шаңғы. Қарбыз. Айдаха. Дракон. Айдаха. Жақсы. Енді сендермен жай әріпті қайталаймыз, сөздерді оқимыз. Жақсы? Қолды. Жақсы балалар. Енді бүгін сабақта сендермен біз тағы азық-түлікті қайталаймыз. Тән дыбыстарына қайтып келеміз. Азық-түлікті қайталағанда тән дыбыстарды қолданамыз. Жақсы? Используем специфически, да, когда мы читаем азық-түлік. Азық-түлік қалай аударылады, балалар? Азық-түлік. Что это? Магазин. А в магазине что продают? Продукты. Азық-түлік продукты, балалар. Қане қайталап шығайық? Суреттер бойынша. Мынау дүкен. Сатушы, продавец, бала, ребенок. Сатып алады. Покупает. Да? Мына азық-түлікті біз сендермен өттік. Енді қазір қайталап өтеміз. Қолымызды қоямыз. Мені тыңдаймыз. Мынау не, балалар? Нұрали. Нан. Мынау не? Омар. Айран. Жақсы. Мынау не? Сыр. Айта ғой. Сыр. Это ірімшік. Ірімшік. Қаз қайталап өтеміз. Мынау не, балалар? Нұрали. Май. Жақсы. Мынау не? Омар. Қан. Ерасыл, мынау не? Айта ғой. Ет. Жақсы. Мынау не? Мынау не? Қане айта ғой. Шай. Жақсы. Мынау не? Мынау не? Айта ғой. Не мынау? Настя, мынау не? Сүт. Мынау не? Айта ғой. Шұжық міне. Колбаса. А мынау не? Мынау не? Айта ғой. Жұмыртқа. Жақсы. Қане қайталап өтейік, балалар. Нан. Шұжық. Сүт. Жұмыртқа. Айран. Ірімшік. Май. Қант. Ет. Шай. Жақсы. Кім тақтаға шығып оқиды? Кім оқиды? Омар тақтаға шығып келе ғой. Пошли почитаем. Мына жақта тұр. Көрсін. Шай. Жақсы. Ет. Қант. Май. Ірімшік. Май. Жоқ. Ай. Аяқ. Нан. Жужық.
Шұжық. Süt. Yumurta. Жақсы. Тұра тұрыңыз. Саған жақсы бүгін 5-тік бағаласын. Жақсы. Отыра қой. Кім тағы оқиды тақтаға шығып? Нұрали шыға қой. 1-2 адам оқимыз, сосын жазамыз. Çay. Yes. Тыныш, қолдап жүр. Ant. Ay. Işık. Ай. Ayvan. Nar. Шұжық. Süt. Yumurta. Өте жақсы, Нұрали. Отыра қой. Саған да бүгін 5-тік баға береміз. Жақсы, отыра қой. Тағы кім оқиды? Тағы білет. Қане шыға қой. Тағы білет оқимыз, сосын жаңа тақырыпқа көшеміз. Оқиды. Çay. Ет. Yer. Kan. May. Ayran. Айран міне, тұста. Ай. Ayran. Ірімшік. Жақсы. Нан. Жақсы. Ақылды. Сүт. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жақсы оқып шықтыңдар бүгін. Жақсы. Отыра қой, 5-тік бағаласына. Жақсы балалар. Осы бәрі азық түлікті біз пісіреміз. Готовим кушать. Жейміз, кушаем. Так? Тамақ дайындаймыз. Готовим разные блюда. Но, чтобы все приготовить, бәрісін дайындау үшін, бізге что нужно еді? Нет, из продуктов мы готовим все. Мы где готовим? На кухне. В чем готовим? В кастрюле. Дальше в сковородке. Пьем воду из чего? Из стакана, из бокала. Не меньшимся. Чем кушаем? Ложкой. Вилкой. Жақсы. Жақсы балдар. Бүгін бізде тақырып ыдыс. Это у нас посуда. Сегодня мы познакомимся с новой темой. Жаңа тақырып бізде ыдыс. Ыдыспен танысамыз. Қазір қараңдар. Мынау бізде балалар. Тыныш. Мынау бізде балалар. Тарелке. Тарелке. Тарелка на казахском языке. Тарелке. Тарелке. Жақсы. Келесі бізде тамақ дайындаймыз балалар. Кастрюле. Так? Кастрюле. Бұл бізде кастрюль. Так, пока. Смотри. Кипятим мы чай. Чайники. Чайник. Чайник. Жақсы. Пьем мы чай с бокала. Сапты аяқ. Сапты аяқ. Жақсы. Завтракаем мы маслом, да? А масло ложим май ыдысына. Масленку ложим. Так, а кушаем мы, ребята, еду ложкой. Қасық. Тыныш, қасық. Вилкой шанышқы. Используем пышақ. Нож. Используем нож. Сейчас мы с вами все это пройдем и почитаем. Жақсы? Оның алдында демалып аламыз. Басын көтіп, жүр. Так, кішкене демаламыз. Тұрамыз. Орнымыздан тұрамыз. Қолымызды созамыз. Тынығып аламыз. Алақан соғамыз. Бір отырамыз. Бір тұрамыз. Демалып аламыз. Отырыңдар. Жақсы. Бүгін енді қазір сендермен ыдыс аяқты
сөздермен танысамыз. Ыдыс. Ыдыс. Это посуда. Тарелке. Тарелке. Это тарелка. Жақсы. Кастрюль. Кастрюль. Это кастрюля. Чайник. Чайник. Это у нас чайник. Сапты аяқ. Сапты аяқ. Это у нас бокал. Қасық. Шанышқы. Пышақ. Шанышқы. Это вилка. Қасық. Ложка. Пышақ. Это нож. Май ыдысы. Это масло. Вы каждое утро завтракаете, тамақ ішесіңдер, тамақ. Пользуетесь маслом, сыром, колбасой. Шұжық, ірімшік, май. Майды май ыдысына саламыз, масло. Так, қолымызды қоямыз. Қайталаймыз. Қолымызды қоямыз. Қайталаймыз. Тарелке. Кастрюль. Чайник. Сапты аяқ. Май ыдысы. Қасық. Шанышқы. Пышақ. Жақсы балалар. Осы сөздерді сабақта қайталап есімізде сақтаймыз. Будем каждый раз повторять и запомнить, да? Қазір сендерге мынандай тапсырма беріледі. Сурет. Сендер түрлі түсті қарындаштарыңды аласыңдар да, ыдыстарды бояйсыңдар. Так? Цветные карандаши и быстренько за 2-3 минуттың ішінде суреттерді бояйсыңдар. Түсінікті? Кеттік. Қарындаштарыңды алыңдар. Бұл тапсырма сізге болады. Жаңа сөздерді жаттап аламыз. Жаңа тапсырманы бояймыз. Жаңа сөздерді есімізде сақтаймыз. Бастаймыз, балалар. Қыздар, бастаймыз. Бастаймыз. 2-3 минут берем. Кім қандай суретті бояйды, соны атап шығады. Разукрашен называем. Жақсы, балалар, жарайсыңдар.
болды? Партаның шетіне қойыңдар. Мен текстті жинап аламын сосын. Жақсы. Жақсы. Тақтаға қараңдар балалар, қандай? Мысалы, Нұрали қандай сурет салды? Өзі суретіңді көшірген іздейсің, жақсы? Қалай оқитынын айтасың. Жақсы. Так, аяқтаймыз балалар. Тақтаға шығып оқимыз. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Мұғалім. Тыныш. Так. Жақсы. Қазір балалар сендермен сөздерді қайталаймыз. Қане Нұрали тақтаға шыға қой. Сен қандай сурет салдың? Келіңдер. Кел ғой. Мынау не? Мынау? Что это? Тарелка. Қазақшасы қалай болады? Қара, оқы. Қане, дұрыстап қара. Жақсы, Нұрали, отыра қой. Нұрали міне тәрелкенің суретін салды. Кім болды дағы? Шыға қой тақтаға. Келе қой. Так, келе қой. Қандай сурет салды? Орысша айтуға болады, сосын аудармасын оқимыз. Поворачивай. Что ты нарисовал? Қазақшасы қалай болады? Тақтаға қара. Оқы. Мынау не? Оқы. Қасық. Қасық. Вилка. Нышқы. Нож. Пышақ. Жақсы отыра қой. Оқып үйренеміз. Тұрады. Саған бүгін сабақта. Жақсы. Отыра қой. Келесі кім тақтаға шығады? Настя шыға қой, кел. Суретін қайда? Сурет. Рисунок. Жақсы. Мынау не сенде? Тақтаға. Мынау не? Что это? На русском. На русском. Тарелка. Так, қай жерде жазылды? Оқы. Так. Жақсы, Настя. Тарелке. Келе қой мені. Саған бүгін баға. Жақсы. Отыра қой. Келесі. Шыға қой тақтаға. Не сен салдың сурет? Қандай сурет? Айт, мынау не? Тақтадан ізде. Ізде ғой тақтадан. Қане, сурет қандай? Оқы. Дальше. Шаг. Тыныш. Шанышқы. Жақсы. Сен бүгін тағы бір не аласың? Жақсы. Суретін айтты да, тақтадан оқыды. Жақсы. Нұрали де тағы бір не алады. Жақсы, бүгін екілер жақсы жұмыс істеді. Жақсы, балалар. Кім сурет салды? Партаның шетіне қойыңдар. Партаның шетіне қойыңдар. Бұл сөздерді үйде тағы бір қайталап, келесі сабаққа дайындалып келесіңдер. Түсінікті? Тек қайталаймыз. Бүгін сабақта біз өттік. Ыдыс. Посуда. Орысшасын айтпайсың. Тәрелке. Кастрюль. Шайнек. Сапты аяқ.
Жақсы балалар. Тағы да май ыдысы. Ыдысы. Жақсы. Бүгін осы сабақты өткенде біз тән дыбыстарды қолдандық. Тән дыбыстар бізде специфический звук. Жақсы. Қайталаймыз. Тәрелке. Кастрюль. Келесі қараңдар. Қандай тағы қайталанды? Қасық. Пышақ. Шанышқы. Жақсы. Сапты аяқ. Келесі. Енді өздерін айтып шығыңдар. Проговаривайте. Дұрыс. Жақсы балалар. Азық-түлікті өткенде бұл әріптерді де қолдандық. Жақсы балалар, бүгін сабақта сендер жақсы жұмыс істедіңдер. Нұрали жақсы жұмыс істеді. Бастарыңды көтеріңдер. Бас жақсы жұмыс істеді. Мынау сендер штаттағы шықшы. Жақсы, партаның шетіне қойыңдар. Так, сен қандай сурет салдың? Что ты нарисовал? На мне. Вилку. Потом. Ложку. Нож. Так, тақтары қара. Қай жерде жазылып тұр ол? Не жазылып тұр? Оқы. Қасық. Шанышқы. Пышақ. Жақсы отыр. Басымды көтеріп отыр. Жақсы? Отыр алып. Отыр. Қолдарыңды қойыңдар. Бүгін біз не өттік балалар сабақта? Не өттік біз бүгін? Не өттік? Ыдыс. Ыдыс. Каждый нарисовал рисунок, әрбір суреттерді салыңдар. Осы суреттерді аласыңдар да, үйде бұл сөздерді қайталайсыңдар. Хорошо? Каждый раз повторяйте. Жақсы. Партаның шетіне жатады. Келесі сабақта қолдарымызды қоямыз. Келесі сабақта осы сөздерді қайталап келесіңдер. Осы сөздерді қайталап, тән дыбыстарды қайталаймыз. Түсінікті ме? Дома будете повторять. Жақсы? Жақсы. Так, тұрамыз. Тұрамыз. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы балалар. Келесі сабақта бәрісін жаттап келесіңдер. Түсінікті ме? Тән дыбыстарды қайталап келесіңдер. Азық-түлікті естеріңе түсіресіңдер. Ыдыс деген тақырыпты қайталап сөздерді жаттап келесіңдер. Түсінікті ме? Бүгін сабақта Нұрали жақсы жұмыс істеді. Настя жұмыс істеді. Вика істеді. Настя істеді. Омар жақсы жұмыс істеді. Бәрі балалар бүгін сабақта жақсы болыңдар. Сау болыңдар.